шыққан дауыс естіледі. Аман қалғандар бар ма екен, қараңдаршы. Анасы да тірі екен. Су әкеліңдерші. Балам аман ба? Аман баламыз. Балам саған аманат. Не дейсің? Балам саған аманат. Үзілді-ау бейшара. Иманды болсын. Енді мына тірі жетімді өлтіріп алмайық жеңеше. Не амалың бар? Кәне, маған берші. Енді сүтте жоқ. Суға талқаншылап берейін. Қайтер екен. Бейкінен әрестенің не жазығы бар еді? Бәсе, талмап жатыр. Осыны жесең өлмейсің. Байғұс баланы бүкіл ел тұқыммен жалмап жатыр. Бүкіл халықты жұтып жатыр. Олар не істейсіңдер? Сұрапыл сұрақ. Оларға тарих ләғнет таңбасын басады. Менен кейінгі тарихты мен бір уыс талқанға даламауға айыра алмаспын. Оларға тағып ағысылғаннан халыққа не пайда? Өлгендер қатарға қосылмайды ғой. Рас айтасыз. Біз ұйықтап қалдық. Ұйықтап қалған соң ел қырылды. Енді мына бала ұйықтамас. Бұл есесін жібермес. Бар үмітім осы балада. Осы баланы өлтіріп алмас жеңеше. Өйтіп өзіңді жазалама, Ғабит. Сен елдің алдында азаматтығын ақтадың. Бірақ сендей азаматтар аз болғанда өкінішті. Бізді қара халық деп ойламаңдар. Біз де білеміз. Анау Смағұл Садуақасов, Тұрар Рысқұлов, анау менде шықты. Нұрмақты біз де білеміз. Бірақ бәрі неге сол азаматтар секілді? Болмады екен, Құдай-ау! Дес бермей кетті ғой. Голощекин тым күшті. Бірақ оның жанындағылар жан-пидаға бұрылмас. Ойбай-ау, мына батыр қайтеді өзі? Омырауымды тырнап жатыр. Көк тәңірі, тас емшекті жібіткен! Көк тәңірі. Сен әулие шығарсың, балым. Тегін адам Амангелді батырдың жары бола ма? Әне, түнерген бұлттың арасынан күн шықты. Сен оланасың, балым. Ертең осы жанын сақтап қалған одан бір рулы ел дүниеге келеді. Өлгендердің орнын толтырады. Қазақта сөз бар ғой. Орнында бар, оңалар. Bağıza
Алтын